Bir gün ganibette men endi жолдасым Қызылордада жатыр edi. Молодец, Айтпастан шығып кетті, тамағын бердім да. Bir keleyim bәріне. Тәуір болып кетсін. Құда қаласа енді қосылғанымыз қосыла берейік. Арда қалып кеткендеріміз келе берсін. Жақсылық болсын, әйтеуір басқа болсын. Бір-бірімізбен хабарласып, дидарласып барып тұрсақ деген тілек енді. Басқа не айтамыз енді? Өзіміздің мерекеміз құтты болсын. Деніміз сау болсын. Бала-шағаларымыз аман болып, төрт көзіміз түгел жылда осындай дәу дастарханның басында бала-шағаларымыздың қызықшылығында бас қоса берейік. Өзіміздің тойларымызда 70 жылдық, 80 жылдық деген тойларда Алла көруді бәрімізге нәсіп етсін. Осындай жақсы дастарханның басында. Мұны жақсы бастама, Сәкен мен Пәтиманы бастаған жалғасын таба берсін. Аман болайық бәріміз. Таштарыңызға ақбандик тағып, қыздарға сөз айтып жүрген кездегі бір бөлеңді айтып берейін, қалмауы. Тұмау тиіп тұр, дегенмен сонда да қалмауы. Келе жатсам автобустың ішінде, ой қарындас гүл берші деп сұрады. Қарындасым гүл берудің орнына қайта мені бал орнына салады. Қарындасым гүл берудің орнына қайта мені бал орнына салады. Ой қарындас солымасын гүліміз, солыса да аман есен жүрміз. Кездескенде автобустың ішінде ағажан деп сәлем айта жүрміз. Кездескенде автобустың ішінде ағажан деп сәлем айта жүрміз. Найзағайдай жалшыл кеткен жанарым, қайта-қайта арт жағыма қарадым. Сұрағанда ала алмаған гүлімді, неге болса сыйластықпен алармын. Ой қарындас солымасын гүліміз, солыса да аман есен жүрміз. Кездескенде автобустың ішінде ағажан деп сәлем айта жүрміз. Кездескенде автобустың ішінде ағажан деп сәлем айта жүрміз. Ағажан деп сәлем айта жүрміз. Ала кезіңнен бақыт көргем, қара көзіңнен кеттің ұмытып, мүлдем ұмытып. Жүрміздің ойы нәзік үмітім, кеттің ұмытып, мүлдем ұмытып. Жүрміздің ойы нәзік үмітім, бақтары гүлденіп біздің жандағы, жаңбыр жауды көктем жырлады. Сары келді құстар ән салып, тұрмын жолдарында жалғыздар салып. Сары келді құстар ән салып, тұрмын жолдарында жалғыздар салып. Молодец, молодец. Полетят все, то жаңағы тарихға білдік. Роза деген апайымыз келіп отыр екен, Бексемет деген ағамыз келіп отыр екен, жеңгемізбен бірге. Тәжіхан ағамыз бар. Роза деген апай бар тарда. Міне осы кісілерге сөз берейік. Ал Баян апамыз бастайды. Құрметті класстас қыздар мен балдар, мінекей бүгін ұзақ күткен бас қосуымыз болып отыр, ұзағынан сүйінірсін. Фатима, саған ерекше рахмет, қошемет білдім.
мынау жасымыз бала жасқа келгеннен кейін мына келген ұзақ сақталатын шығар деп ойлаймын есімізде. Мынау жақсы сөйле, жақсы тілек тілек, жақсы сөйле, жарым ырыс дейді ғой, мінекей бүгінгі айтып жатқан жақсы сөздердің бәрі қабыл болсын. Отбасымызда амандық болсын, әр уақытта осындай дастархан басында орнымыз жоғалмай кездесе берейік. Мынау класстастардың орны бөлек қой, әр уақытта жүрегінде басқаша орын болады. Мынадан есте қалмастай үлкен жақсы нәрсе деп ойлаймын. Мынау өсіріп отқан ұл-қыздарымыз әр уақытта аман болып, деніміз сау болып, осылардың әйтеуір немере шөберелердің қызығын көре берейік деп отырмыз. Мынау 2:30-ға келгенде өзі әлі жас сияқты көрініп жатырмыз. Үйдегі балалар айтады, келгенде бір түрлі болмайды. Жоқ, бір түрмейді, әлі біз 30-дамыз деймін ғой. Сосақтан әлі 30-да болып жүре берейік айналайын. Басымыз әр уақытта осындай жақсылыққа кездесе берейік, деніміз сау болсын. Осы жақсы сөздің бәрі қабыл болсын. Сіздерге де рахмет бар. қауышқан екен. Апайлардың бәрі басын көтеріп алған екен. Сонда жасап тұра беріңдер, қатармаңыздар. Денсаулық берсін, иә. Мынау өсіп келе жатқан балдарымызға пайғамбарымыз хадисі бар екен. Сіздер алдыңғы буындар өтесіз, қартаясыздар депті. Бірақ қарап жүрмеңдер деп, кейінгі балдарды, немерелерді имандылыққа тәрбиелеңдер, жақсы жолға тәрбиелеңдер. Өсіп өнсін, сосын кейінгі балдарға тәрбие қылады деп аманат біздерге қасиетті Құран тасып кеткен пайғамбарымыз. Сондай пайғамбарымыздың хадисінде бар екен. Ең болғанда жылында, айында басқарап тұрыңдар, жат өткізу керек. Жат өткізуге жақындаған екенбіз. Жоқ, Құдайға шүкір, рахмет, сыйлағаннан. Ағайындарымыз келіп жатыр. Жұмыстары бар бәріне. Немере бар, шөбере бар дегендей. Қолын гүлгүнде тимесе тимейді. Рахмет, кейін қадамымызға Алла нұры жаусын. Сосын бір нәрсе болатын болса, соған себепші болады ғой, түрткі. Сондай Фатимаға рахмет, үлкен шайдырдан ұйымдастырып, звондап бәрімізге хабарласып. Хабар ошардың арқасымен келіп отырмыз. Бір айтып бәрі ұсталып кетесің. Рахмет, Алла сыйласын. Сол жақсында қауш айтты. Алла тағала өзінің ауасын беріп тұр, мынау туыстарының өмір беріп берген сол өмірімізді қадірін біліп сыйласып өте берейік. Келіскен жерде ассалаумағалейкум, сәлеміңіз түзу болсын. Денсаулық болсын, Алла тағала. Сол келе жатқан өскелең балалардың қызын көріп тойында қалсын. Адамдарға Алланың нұры жауып, сенің амандықта, пендемізді саулықта, отбасыларыңызға аманшылықта, жақсылықта, амандықта, тыныштықта Алла тағала. Рахмет, Алла сыйласын. Қажыхан ағам отырыста сіздермен бірге ақ көйлек киіп, қара шалбар киіп, мектеп бітірген оқушы ретінде ерекшелемедік, сондықтан айып етпейсіз аға. Бас жағында сөз берілмеді деп. Ал апай, сөз жалғастырыңыз тек. Осы тойларыңыз жалғасып қала берсін деп. Бәрін көшілік айтып қойды. Қысқа қараңыздар. Тілекті сонда да болса жалғастыра берейік. Сондықтан да айтамын, құрметті кластастар, мынау бүгінгі Фатиманың бастауымен үлкен неғып, 45 жылдан кейін басымызды қосылар ұйымдастырды. Әрқайсымыз әр жақта жүрміз. Мына бүгінгі неге мысалы өте қуаныштымыз, көргенімізде бір-біріміз басқа өткіншілікте әркім айтады, анау мынау дейді, кендешілік бар, әркім әркім жүріп. Сондықтан мынау бүгінгі жақсы нәрсе аман сүйіндірсін. Бәрі отбасыларыңызға амандық берсін, күнделікті сауық берсін, бастарыңызға байлық берсін. Ұрпақтарыңыз аман есен болсын. Әрқайсыңыздың ұрпақтарыңыз ойларыңыздан шыға берсін. Қандай ойлап сондай тоқпа. Жалпы елдің азаматы болсын, біретін азаматы. Жағдайлар қуанышты болса,
қуанышымызды бөлісуге тырысайық бір-бірімізді араласып. Сондықтан енді кімге қандай жаңағы хабар керек болса қазір бізде жаңағы информационный центр дейтін болсақ, қазір бізде бір адам пайда болды информационный Фатимадан дәл хабар алуға болады. Сіздің бәріне. Мен болдым. Райхонда бірге біз өскен жастық шақтағы бәрі ұмытылмайды ғой. 1-ші класста 13 классқа дейін, онан әрі қарай да қайтып іздесеңізде дос деген табылмайды. Дос деген туысқаннан да жақын өте. Біздер 2 жыл бұрын осыдан 40 жылдығымыз жасағанбыз. Сонда 1 класста 42 бала оқығанбыз. Содан қармен келген кезде енді 2 класс қосылдық. Біреуіне қырық сыймай кеттік қой. 500 адам жиналды. Өте жақсы қызық қой. Неше жыл көрмеген жан-жаққа мектепшіміз жан-жаққа соған бір-бірімізді танымадық, көп адамдар танымады. Енді ауылда жүргенде бір-бірін көреді ғой енді. Сіздер де ауылдың ішінде жүрсе де біраз танымай жатыр, бексейітте танымай жатыр мына қандастарына. Сіздер танысып білісіп жатыр, өте тамаша. Қызықшылығымызды бірге бөлісіп жүре берейік. Біздің ауыл жақта қызықшылықтар болайын деп жатыр. Ұлдарымыз бар, қыздарымыз бар, өсіп тұрған. 4 жылда, 5 жылда бір қосылмай, сондай той-томалақта бастарымыз қосыла берсін. Тек жақсылық тілеймін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздердің арқаларыңызда осы әйелдеріңізде жайнап жүргендерді. Сіздер аман болыңыздар, жүз жасаңыздар. Бір жерге баратын кезде мен бір өзім бір сондай кер тартатыным бар, Құдай-ай, барсам деп. Негізі біз мынандай өзімізге проблема, өзіміз создавать етеміз да негізі. Жеңіл көтеріп кете салсаң, үйде қирамайды, бала да аман есен, тірлікте жүріп жатыр ғой. Бірақ содан біз үлкен проблема жасап өзіміз шықпаймыз. Енді шықты қанша қыздарды көрдік, қанша жігіттерді көрдік. Қыздар енді өзгерсе де әдемі кемпір болған, бәрі бересіген, балдар да әдемі балдар болыпты, кәдімгі нормальный нелер болған. Фатима дегендер тыныштық бермей қаны күйеуге шығып алған ол деген проблемасын бәрі шешіп алған. Не істейді ол? Фатима уақытым жоқ десем түсінбейді ғой. Оның ол настырный болғанда жақсы болды. Соның арқасында енді біраз кісі жиналды. Роза келмеймін деп айтып жоқ па? Иә, келе алмаймын деп ойбай, содан енді қарап отырсам кезінде мынау Қожекеңді Тәжхан дейтін едік қой енді біз. Өзі қағдес, шашы бұйрак, арығы кішкентай, ниеттен содан енді күлдіріп айта берейін, ана енді шырмей-ақ қойып. Содан жаңағы бір күндер айтады, әзелер айтады, Тәжхан ауылға қожа болды дейді. Ойбай, енді бір жерде Тәжханды көріп қалсам, тұра қашам үйге барып. Шапан киіп, бетап келе жатқан кезінде ше. Өзім ұяламдап тұра қашам. Ол кісі кеткенше шықпаймыз. Ата келатыр емес енді. Бұл кісі енді бір класста оқып неткен адамның бұлай қожа, молда болып шыққанына енді бір түрлі болдым да, расында. Сөйтсем, ол кісі қожеке деп кәдімгідей не қылып жатыр да. Ян Қожекең демеймін, ян Тәжхан дей алмаймыз сондай қыз болған. Айша гүлдері қандай еді. Орысша өлеңді айтқан кезде час басталады, ойбай. Мен енді кейбір қыздарды көрген екен, бірақ негізі біразын көрмеппін ғой мен. Жаңағы класстас деп айтады ғой, класстастың рахатын көрген жоқ екен мен. Ешқайсының аралығын айтып, шарбандардың арасында көріп тұрады дедім, кейбір қыздарды ғана. Не дейміз енді, мына бас қосқанымыз жақсы болып, қанша бір-бірімізбен жүздесіп, әңгімелесіп, қуанып қалып жатырмыз ғой енді, кәдімгідей. Сейдерді қайдар ендік жолмен өсерге тағы келемін. Келмесіндер осы еске алып отырам өсерге. Бәріміз енді
ең басты байлық денсаулық. Біз енді қартайып келе жатырмыз. Әйтеуір Құдай бізді өзімізге қуат берсін. Еліміз сау болсын, өзіміздің бала шағамызға салмақ түсірмей, өзіміз қызмет қылып атқарып әйтеуір балаға ауыртпаша түсірмесек, үлкен сол бізге енді үлкен жетістік болады, үлкен қуаныш болады. Ал енді адамның бақыты, бәріміздің де енді сол бақытымыз, балдарымыздың амандығы, солардың бір иманды болып, білімді болып, парасатты, мәдениетті, бір адамгершілігі мол болғаны бізге енді сол ең үлкен байлық. Бізді жерге қаратпаса, Алланың харам еткен тірліктермен айналыспаса, бізді қуанышқа бөлеп жүрсе, енді бақыт деген сол Құдай шығарғанда. Отбасың аман болып, балдарың жақсы бала болса, сол бақыт дегенде өзім ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңыздың семьяларыңызда аман болсын, барлық бала шағаларыңыз, немере шөбере көзге көрінгендердің бәрі өздеріңізде аман болыңыздар. Балдарыңыз қырқшақ болмай, жаңа ауызбіршілікті болсын, тату тәтті болсын. Сол кезде үйде береке де болады, тыныштықта болады. Барлықтарыңыз отбасыңызға тек жақсылық тілеймін мен. Тек қуаныштарда кездесе берейік. Енді бұдан былай қарай айтып жатырмыз ғой, араласпай қалдық деп. Жүктір кездесіп жатқан көп, ана пәленшеді, төлешеді, 50 жыл алып шығып кетіп жатқан. Не істейсіңдер сол жақта деймін. Сәмсірген кемпір сампырсыңдар десем, жоқ, бұл расында жақсы екен. Сондықтан енді бәрімізде әлде талай той болады дегендей, немере шөберелер дегендей үйленеді әлі балдарымыз. Солардың тойында уже мына Бексемет айтып отыр ғой, жақында той болады деп еді. Осы отырысын жалғасы сол Бексеметтің бойында жатайды. Бексемет сен алалап шақырмай, бәрімізді шақыр енді. Біздікі 15 шілде. 15 шілде ма? Так что бәрін 15 шілде. бала үйленеміз. Тәжекен, енді қоймекен, тәжекен. Мен шақырғанда мен не болды, мен бара алмай қалдым айтып отыр мәселе. Сосын енді сол айтқанда сөздің түйін енді бәріміз тек жақсылықта кездесейік, аман болайық, деніміз сау болсын, еліміз тыныш болсын, осылай жиі кездесіп тұрайық. Микрофон көтіп қояйық. 45 жылда бір бас қосып жатыр екенсіздер. Осы Идар Ғанимет деген Идар басқандарыңыз құтты болсын. Той қойылды. Қызықшылық арты жалғасын тапсын. Алла тағаладан қалған өздеріңізге, үміт күтіп отырған бала шағаларыңызға, немерелеріңізге өмір берсін. Осы ынтымақ берекелеріңіз арылмасын. Тек жақсылықта бастарыңыз қосыла берсін. Сыйластықпен қалған жалғанның 5 күнін жақсылап өткізулеріңізге тілеулес. Енді мен бір жолата сөз бергім келсе бәріне құтылып алайын. Музыкалық сәлемінен де бәрінен. Мынау кластастарыңызға Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, 3 стан аралап жүргенде тапқан кісім осы кісі. Сен ауылда, біздің ауылда мұғалім болып жүр. Бәрекелді. Алланың бұйрығы, ә? Иә, Алланың бұйрығы. Әттен әуледе сақтанға салып. Иә, мен сол жерде Иә, сөйтсе бұл ағаңдардың Төребек деген ағасының үйінде жатып алып ауылда сабақ беріп жүрген. Сол жастық шақты еске ала, сөйтіп армандап, аңсап, жете алмай жүргенде айтқан әндерден айтып берейін. Және алса деген фаворим бар. Әр жерін айтамыз бар. Жеке орындаудайсыз.
домбыра өкілімен соны алып домбырамен алып. Домбырада қаласыз? Айтадыңыз. Кем келер гүлін алып, жазда келер жұрын алып, жан көктемі қашан келер, махаббаттың гүлін алып, жан көктемі қашан келер, махаббаттың гүлін алып, бір қатырда келем демем, жолға қарап елеңдемем, сағындым ғой өзің келші, хат жазғанша өлеңмеген. Сағындым ғой өзің келші, хат жазғанша өлеңмеген. Айлар өтті талай, арайламай, қарайламай, өзің берген суретіңе көзім талдым қарай. Өзің берген суретіңе көзім талдым қарай. Қалтасыңды қайда хат жазып оқар, айында барама, жылда барама, саған жүріп көдема, сенің жүргендегі айтыр ғой бұл. Жақсы. Енді Жүк болсын. жүк болса, онда жасымыз қалай енді біреуін айтайын. Айтын. Шығарманың негізі туынды болғасын егелерін айтып, ескертіп барып айтқан дұрыс болады. Екеуі де мынау өзіміздің жерлесіміз деуге болады. Аралықтар қазір Алматыда болғанменен сөзі Шемішбай Сариевтікі, әні Кеңестікі. Ойлан балам дегенде сол біздің жасымыз болайық. Ойлан балам, өмір деген өтпелі, дүниеге күндер беріліп кетпелі, қайта оралмас бұл өмірдің шақтары, қайта оралмас өмірдің көктемі. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар тоямаған. Ойлан балам, ойлан балам, алда үміт арманым, алда сенің нұрлы күнің таңдарың. Қайта оралмас жастығымның өзіне де, қайта оралмас ғұмырымды жалғадым. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар тоялмаған. Ойлан балам, ойлан балам, елім жұртың халқың бар, мұратына жетер адам талпың бар. Таудай биік азаматы болсаң да
айтпа балам халқыңнан, ойлан балам, тәтті өмірге талайлар тоямаған, ойлан балам. Керемет. Қарқармастың қызықтың шағы қызған, жаңа берсін бағартып бағыңыздан. Ақылбек аға ұсындық сізге сөзді ақтарылып көріңіз ағыңыздан деп сөз кезеңіз сізге берейік. Ол кісі ұйымдастырушы алып қалмады. Мына құрметті бірге оқыған сыныптас, жолдастар, достар, сіздерменен бүгінгі бас қосып, көрісіп, қуанышып, қауышып жатқаныма мен отбасымның атынан қуаныштымын. Қаншама жігіттерді кездесіп жатырмыз, қыздарды кездесіп жатырмыз. Біраз уақыттар болған. Осыны жаңа айтып жатыр Фатима, көштің бастауы қиын қай уақытта. Көштің қасында ілесіп, мен де, ол да көп адам жүре береді. Бірақ оны баратын жеріне жеткізіп, олай өзі бақыт беріп отыратын адам. Сондай-ақ сізге, сәкеңе, Құдай қаласа, Құдай қуат берсін, дендеріңіз сау болсын. Адамды қауыштырып, осындай бірлесіп жібергеннің өзінде сауабы үлкен болады дейді. Сондықтан мына алдағы уақытта Құдай қаласа деніңіз сау болсын, бақытты болайық. Жаңа Роза жақсы айтып жатыр. Өзі 45 жыл деген аз жыл емес қой. Сол аз жылда қазір өзі әрбір қарап отырсақ, осы отбасында ақ пантик таққан қыздар едік, балдар едік, ақ көйлек киген. Соның қазір қасымызда қаншама жолдастарымыз бар. Қаншама жаңа құрбан сияқты күйеу балаларымыз келіп отыр. Сол көзде салыстырып отқан шығар, әрине бізге білінбес, қасымыздағы кісілерге білмеуі мүмкін. Сол көзде қандай еді, мына кісі қазір қандай болған деген. Сондай біз үшін бірге оқыған азаматтар сол кезде көрген осыдан 45 жыл сол күйінше тұрсындар. Әдеміліктерінде, сондай азаматтықтарында жүздерінен шырайдан қарап отырмын, өте жақсы. Сондықтан осы неден еш уақытта таймайық Құдай қаласа. Енді әрине әлеумет, қазіргі жағдай, осы қазір біздің балаларымыздың өзі жаңағы өзі үлкен елді басқаратын азамат, осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде жүрген азаматтар болып қалды. Енді біреуін білмеспіз, біреуін білеміз. Қазір былайша қарасаң, біз өзіміз былай жас болып көрінгенмен де балаларымызға артқа қарасақ, енді ол бәрін қоятындай жағдайға келді. Сондықтан солардың да жолы оң болсын қай уақытта, балаларымыз аман болсын. Жаңа Роза жақсы айтып жатыр ғой, өзі бала шаршатпау керек адам. Сол кезде адам қартаймайды. Отбасында, ұяда сол балаң, қызың бір жақсы бір адамға қуат беріп, солардың бір қызықшылығы, солардың бір шамалы жақсы жағдайы дұрыс болған сайын, ата-анаға ол үлкен күш қуат. Сондықтан сондай жағдайдың әр уақытта бастарыңызда тек жақсылық қана болсын. Енді мына біз бірге оқыдық, жаңа Қожықұлды айтып жатыр, бірге жүрдік, кішкентай шағын ғана жігіт еді. Қазір деген жаңа бағана сайлау ағамыз еді. Ақылбек, сен бізді менсінбейтін шығарсың, сен 6 облыстың әкімі келіп жатыр, сонда шопандар тойында отқан шығарсың дейді. Облыстарда шара болады біздің бізді менсінбейтін шығар. Сонда мен айтам, ел өзіне келтіріп жатыр. Біз енді Қожықұлдың менсінбейтін шығар. Қожықұлдың қасында халық үй бар, тұрмысы бар. Ағда сонда ауылдағының кімнің папасы бар, кімнің серіс папаның әбекең бар. Сондай кісімен сөйлесіп, күнде әңгіместе сол көзді біздің де асың қазір. Бірақ дегенде Қожықұлға рахмет. Бәрін қойып, өзімізбен бірге, семьясымен бірге келіп қатысып Қожықұлға Алланың сізге нұры жаусын. Ақшадан табылып, біз осы 78 жылдар біріктірсек қайтеді осы? Көрейік ондай деді олар. Содан әйтеуір екеуміз 2 ай 3 ай осы телефонымыз құлағындамыз.
Muhtap baracak da звондаймыз, тұрбатақ да звондаймыз. Шынағатадан Әлиманы қосып алдық. Сонан, сен кімді білесің осылай? Сөйтпен үшеуміз бөліп алдық дегенде. Сен кімге не қыласың? Кімдерді білесің осылай? Сонымен, иә, хабарласып, мен пәленшемен сөйлестім. Осындай екен. Деген сөздер болды. Мына рахатты, мына жерде кімнің қанын күлден сұрап алдым сіңлісі. Звондап, келініміз звондап, ана кімге айтшы маған. Кімнің рахаттың несін бесін маған, нөмірін бесін. Осындай жағдайлармен шығып кетті. Шүкір Аллаға, барлығымыз бас қосып отырмыз, төрт көзіміз түгел. Рахмет сіздерге. Айтқан сіздер болды барам дегенге қуанам.